операция сәтті өтті. Мен негізі алдыңғы операцияларымда 20 минуттан болған, 20 минут жарты сағат болады, Турцияда. Жарты сағаттан кейін көзіңді ашасың, ештеңке жоқ дейді. Ё-мая дейсің. Ол кезде Нұрболхамен барғам біріншісінде. Екіншісінде Жонышкамен екеуміз бірге бардық. Негізі бірнеше рет бардық, бірақ сол соңғы жасайтын несінде барған кезде жоқ, ештеңке шыққан жоқ. Уже бізден үміт үзе беріңіз, Американы барып көріңіз, бізде ондай аппарат жоқ деді. Америкада ғана бар деді аппарат. Турцияда бізде жоқ деді. Мен бопты деп кеттік. Мен әлі есімде сол операциядан шыққаннан кейін мен ішем деймін ғой. Мен ішпеймін ғой негізі, бірақ мен ішем деймін да, магазинге пиво алуға барам ғой. Сөйтіп пиво алуға барып бит тұрасың да, нан алып шығам ғой, пиво алмай. Нан алып шығам, кесем, Танчо тамақ істеп жатыр. Бұл уже мен түрімнен көріп тұр, то что нормальный жауап айтпайтынды. И сол жерде жылап отырып тамақ іштік екеуміз нанмен. Турцияда басқаша болды да, мына жақта Астанада кәдімгідей тереңдетіп не істеді. Қатты тереңдетіп. Сонда бұл Астанада Америкадағы аппарат Астанада болып тұр ғой. Иә, алдырған екен. Астанаға сол клиника алдырған екен. Операцияны жеңілдететін вариантта ғой. Операция қанша сағат? 3,5 сағат жасалды. Ана Турцияларда 20-30 минут. Иә, 3,5 сағат жасап. Наркозбен ба? Иә, наркозбен ұйықтап тастаған ғой. Уже үмітін үзіп жатқан олар. Болмайды ау деп. Жасап таппай жатқан кезде бір жабысып тұр дейді да, бит спайк болып кеткен ғой, жабысып тұрған кезде сол жер бит андай бір методы бар дейді, Азамат Сандыбайұлы айтады, ол методты вообще қолданбаймыз дейді. Кестім дейді. Қыт деп дауыс шықты дейді, кәдімгі қырт деген дауыс шықты, и бұлақ болып ақты деді ғой. Сол жерден шықты дейді. Уже біз жабамыз деп отқанбыз дейді. Жабамыз деп тұрған кезде сүйір бит тық деп кескен кезде бұлақ болып ақты. Сразу сор деп бағанағыдай арнайы аппаратпен сор болады ғой. Сөйтеді да эндокринологтарға береді. Эндокринолог емес. Не деуші солардың атын? Эмбриолог. Эмбриологтарға береді. 5 эмбриолог отырды деді ғой. Бәрі андай немен микроскоппен бүйтіп қарап отырады екен. Сразу бәріне фук бөліп береді, шығарады, и бүйтіп жыбырлап жүр дейді. Экранда. Көп. Ондай менде болмаған ғой вообще. Дофига бүйтіп жыбырлап жүр дейді. И сонымен врач до того шок болғаннан бүкіл операционный шулаған ғой. Бір-бірін құшақтап қуанған ғой. А мен жатыр, мен вообще білмеймін ештеңке. Сөйтіп қатты қуанып бәрі не істегеннен врач до того шок алып қалғаннан қасындағы врачқа тіге бер деген. Короче, мен бұтым айырылып жатырмын. Сен тіге бер деген да, Танчоға жүгірген ғой врач. Жақсы жаңалықты айту үшін. Иә, сөйткенде барып бүйтіп қолын созып. Мен деген не деп отырмын, палатада күтіп отырмын. Врач есіктен кіріп маған қарай жеткенше, мен уже жүрегім аузымнан шығып кете жаздады. Потому что біз әбден уже жоқ деген ответті естігенбіз. Не үшін жүрегі аузынан шығып кете жаздады? Врач айтты ғой, қазір мен таппасам, қай планетаның қай жеріне барсын да таппайды деді ғой. Америкаға барсам да жоқ деді, мынау болмайды деді. Бәрі Алланың қалауымен деді. Алла тағала сізге әке болды бұйырып тұрса, қазір мен табам деді. Мен точкасын қоям деді. Сөйтіп келді да, сонымен маскасын шешіп бүйтіп қолымда алған кезде, құттықтаймын, өздеріңіз мама папа боласыздар деген кезде, ана жерде мен жылап, и анау дәрігеріміздің көзіне қараймын, тоже жасаурап тұр да уже. Енді айта алмаймын, ол қуанышты, мен как будто уже сіз жүктісіз деген мені жүктісіз несін туып қойған сияқты тұрып қана ерде. Ощущение болды менде, енді прямо айта алмаймын ол сезімді. Ала сен көзіңді ашқан кездегі эмоция қандай болды? 3,5 сағаттан кейін көзіңді ашып тұрсын. 3,5 сағаттан кейін 3,5 сағат ол операция болды, одан кейін әлі жатасың ғой тағы да. Иә. В общем, есім жинап тұрдым. Көзіңді аштың. Тұрсам врач тақалып тұр ғой былай бетіне. Азамат мырза ма? Азамат Сандыбайұлы бет тақалып тұрды да, бет еңкейіп тұр ғой, мен жатырмын. Тұрды да, Елдос мырза, сүйінші сіз әке боласыз, өзіңіз бала сүйесіз дейді ғой, короче. Содан кейін мен андай ғой, наркоздамын ғой. Мен мынау ішетін жаңалық екен деп айтқам ғой. Сен наркозда жатып бір қыл ұстап жатсың ба? Жоқ, андай ішетін жаңалық екен деп айтам да, и ол кісі тұрды, жоқ, бұл шүкір ететін жаңалық дейді ғой. Точка қойып деді ғой. Бір түрлі болып қалдым да, сосын уже есім жинағаннан кейін түсіндіріп жатырмын ғой, не үшін мен үйтіп айттым? Потому что мен ішпеймін ғой. Сіздің жаңалығыңыз датауы ішіп кететіндей жаңалық екен деп жатырмын да, қуанғаннан ше. Андай ішпейсің ғой негізі. Сөйтіп түсіндіріп айтып жатырмын ғой, ақталып жатырмын да, типа ойлап қалмаңыз мен алкаш деп. Мен ішпеймін негізі. Просто андай бұндай жаңалықты мен өмірімде естимін деп ойлаған жоқпын. Я в шоке дедім да.